Ант, бірінші бөлім. Оқыста болған апат ел-жұртты дүрліктірді. Қазақ, орыс, ұйғыр диқандары күш біріктіріп, 2 жыл бойы қазған арықтың таубеткейдегі 5 аршын биік қабырғасы опырылып құлап, төменде тұрған адам біткен түп-түгел жер астында қалды. Айтуға ғана оңай екен, қайғыда шек жоқ. Төңіректегі ауылдардың ер-азаматтары жиналып келіп, аузы мұрнына топырақ толған өліктерді бір-бірлеп қазып алды. Қорым басы қара құрым адам, жесір қалған әйелдер дауыс қылып, ойбайын салып жатыр. Еркектер жағы ұстамды, баласы мен келіні бірдей мерт болып кеткен Арыстан баба 4 айлық немересін құндақтап көтеріп, 8 жасар немересін қолынан ұстап, топырағы жаңа үйілген қос бейіттің аяқ жағында үнсіз тұр. 70-ті алқындырып қалған бабаның басында не ой бар қазір? Оны ұғынып алу қиын, бәлкім беріктігі болар. Пәни жалғанда өмірдің қақпақылына көп түсіп, оның ащы-тұщы дәмін тоятатқан жан. Үйлеуге келсе де үзілері жоқ атан өгіздің терісі тәрізді көнбісті. 17 жасында арқалы арыстан атанды. Жер-жерден қазақтың небір түйе палуандары алыстан әдейі ат сабылтып келіп күресті. Ұран көтерілді дегенше жас перінің арқасы қозып, менсіген дәулерді арқалап ала жөнелетін. Жауырыны жерге тиіп көрген жоқ. Қарқара, Жәркент, асы жәрмеңкелерінің туы арыстан келмей көтерілмеді. Құралай көз сұлу мен өнерлі жігіттің өресі жетпес шынар болып алды ол. Арыстан жөнінде ақындар шығарған өлеңдер елден елге аңыз болып тарады. Өмір шіркін тұрған бойымен жұмбақ екен. Көз алдында дәл қазір өтіп жатқан оқиға неден басталып, неге апарып тірерін танытпай сырғақтап қашады да, баяғыда бір бастан кешкен болар-болмас дүниелер сырын енді шешкендей алдыңа ап-анық болып келіп тұра қалады. Бабаның ес біліп етек жиған шағынан бергі өмірі тізбек-тізбек болып өтіп жатыр. Әр кезеңді көреді, оған бағаны өзі береді. 77 ұзақ-ақ жас, бірақ сол дәуірден есте қалар дәнеме жоқ. Ат жалын тартып мінген күннен бастап баласы мен келіні көрге түскенге дейінгі ғұмыры баянсыз құр елес сияқты. Жәрмеңке базарларда жеңіп алған жүлделері бір атаның баласына жететін даңқ болар деуші еді. Жастық шіркіннің ауасы ештеңені танытпапты оған. Өзін бір белестен екінші белеске жалғыз аттап, алдына тірі жан салмайтын дүлдүл деп ұғатын. Қарап тұрса, соның бәрі де мынау қырқа басындағы бейіттер сияқты бір орнынан қозғалмайтын алдамшы дүние болды да шықты. Жалғыз сиыр, оның өзі қысыр, 10 шақты уақ тұяқ бүгінгі бар байлығы. Жас өлеме, жоқ, кәрі өлеме, әркімнің тағдыры әрқилы жол. Құдай жалғыз баламның алдында алып, туған жердің топырағын бұйыртса, одан артық арманым болмас еді деп тілейтін. Ойда жоқта тілеуі кесіліп, үміті үзілді. Енді міне 2 жетімектің біреуін көтеріп, екіншісін қолынан ұстап, ертеңгі өмірінің не боларын білмей, ауыр ойда сандалып тұрған түрі мынау. Үрей көрінеді жүзінен, өлмесе мекен деп тілейді енді. Осы қырқаға Арыстан қарт ұзақ өмірде 1000 мәртебе шықты. Жоғарға өлікті көтеріп алып шығу кімге болса да ауыр жүк. Ал жоғардан төменге түсу одан да ауыр зіл қаратас көрінуші еді. Бүгін осыншама ер азаматты көміп кету адам түгіл, Аллаға да кешірілмейтін күнә сияқты. Обалы не керек? Қазаға Мәріп қажы, Мінайт қажы, Мырза молда, Ыразы Ишан, Әбдіреш сияқты ел ағалары бір топ болып келіп, күңіренген жұрттың ең ортасында тұр. Қызыл жейде болысынан Әлімхан бай мен Сабаншы шешен диқандардың қазасына союға мал айдатып әкелді. Бұған да шүкіршілік,
азаматтардың атаусыз қалмағаны жөн ғой. Шелектің Садовский поп бастаған құлақтары Черепков, Мальков, Малахов, Табыт деген көліктермен келіп, қазақ пен ұйғырларға бұл қазаға өздерінің де ортақ екенін білдірді де, орыс диқандарын христиан салтымен өз бейітіне қою үшін қалаға алып кетті. Ояздық үкімет апаттың себебін тексеріп, арықтың әуел баста тау табиғатына сәйкес белгілі бір жобамен қазылмағанын, қазаға диқандардың өздері кінәлі екенін дәлелдеп акт жазды. Бұдан бұлай Ояздың жер су маманының рұқсатынсыз Шелек өзенінен егін жайға су тартуға бір жола тыйым салды. Оған қоса орыс кулактары мен қазақ ұйғыр байларының есебінен жетім жесірлерге жәрдем бергізді. Өлгеннің соңынан өлу жоқ, тірінің өз тіршілігі болмақ. Диқандардың өмірін қиып әкеткен апат жөніндегі іс жабылып, қайғылы оқиға да бірте-бірте ұмытыла бастады. Кенет осы бір жартылай қазылып, егіндікке жете алмай қалған азалы арыққа ойда жоқта тіл біткендей болды. Бақай тауындағы жайлаудан Черепковтың былғары заводына тері-терсек жинап келе жатқан Байыр деген жұмысшы жар құлаған жерге тақай беріп, аттың басын тежеді де арбадан қарғып түсіп, ілгері жаяу жүрді. 47 адам өлген қанды жер. Жолаушылар бұл араға келгенде еріндерін жыбырлатып, құран бағыштап өтетін. Жұмысшы неше рет келсе де құраннан бұрын әуелі төңірекке таңырқай қарап, ұзақ сонар ойда тұрады. Күдігіме әзірге бәлендей қою қиындау. Әйтсе де көзі шалған кейбір дүниелер арықтың осы тау жақ беткейдегі қабырғасын құлатқан адам емес пе екен деген ойға әкеле береді оны. Күдікті шындыққа айналдырғандай белгілер көп-ақ. Арықтан 3 метрдей алшақ тұрған бір ғасырлық терек пен шыршалардың тереңге бойлаған тамыры аламаймен қопарылып жатыр. Ал бұл ненің күші? Егер арық таудың сығымынан опырылды деп дәлелдеген мамандардың сөзіне жүгінсе, ағаштың тамыры арыққа құлар еді ғой. Ол бір. Содан соң тағы бір күдік. Бұрын 5-6 шақырым жерден шөккен нардай көрініп жататын тарғыл тастың күл-талқаны шығып, шақпақтары айналаға шашырап кеткен. Бұның себебі не? Әрине, көзсіз есер біреу болмаса, мұның екеуі де апат құлаған арықтың қабырғасынан болды дегізбейтін дүние. Тамырды қопарып, тасты талқандау үшін жойқын күш керек. Қандай күш ол? Таудың таза ауасында туып өскен адамның танауы сезгендей оғаш иіс және де бар. Бұл ненің иісі? Байыр осылардың бәріне бүгін назар сала қарап, ақылға ақыл қосар, білікті әрі сенімді адам іздеп тұр. Бір сүйенері сырға берік, әділдігін тура айтар. Сабаншы шешен еді, бірақ апаттың неден болғанын ол кісі тани қояр ма? Елді аузына қаратқан ру басы Әлімхан Байше. Тағы да ой, тағы да күдік. Жұмысшы шашырап жатқан 3-4 тасты орап алып, Арыстан бабаның үйіне қарай бет алды. Май айы, күн ыстық. Бақай тауының баурайында қайғыдан қалған қара Бөкебай тәрізді бөлек бұлт тұр. Көп ұзамай ол етекке түседі. Нажағай ойнап, көк нұрын төгіп өтеді. Бірақ сортаң жерге қанып ішетін арықтың суы қажет. Өткінші жауының берері оған болмашы ғана. Көк егін Нажағайдың тасырын күткендей қимылсыз қатып қалған. Онда да сол көк деген аты құр. Ескі киімге түскен жолақ-жолақ жамау сияқты. Көзге тартар көркі жоқ қораш бірдеңе. Марқұм диқандардың егін жайы осы. Байыр үйге кіріп келіп, Арыстан бабаға сәлем берді. Қарттың түріне таң қалды. Осы жасқа келгенше жауырыны жерге тиіп көрмеген балуан жанның сақал мұрты да аз уақыт ішінде қудай болып ағарып кетіпті. Әйел көйлегін киіп алып, емшекте жетім қалған немересін әлдейлеп, бөбекпен бірге өзінде жұбатып отыр.
Байыржан, бала өсірудің сырын жақсы білетін азамат едің. Менің мына түріме басқа күлсе де, сен күле қоймассың. Шешесінің исін өксіп, немерем жылай берген соң, күндіз-түні келінімнің көйлегін киіп уататын болдым деп қарт мұңын шақты. Баба, шын әке бала үшін отқа да күйеді, суға да түседі. Әке болуға әзірлігі жоқ, өз құмарыңның қанғанына мәз, әнтек күлер. Немереңіздің бақытын көріңіз. Айтқаның келсін інім, жоғарылат, төрге шық. Суыт бара жатыр баба, сізге сәлем бере кетейін деп әдейі бұрылдым. Асқа қарамайды екенсің ғой. Олай болса, шай ішіп кет деп, немересін көтерген бойы есік алдына шығып айқай салды. Жау, қайда жүрсің сен? Бері кел. Үйге өзі сөйлей кірді. Байыржан, сен менің жау деген сөзіме таңданба, жарқыным. Немере деген есі кіргенше балдан тәтті болады екен. Есі кіріп алған соң, осы күшігім бірдеңеге ұрынып қалмаса жарар еді деп уайымдап отырады екенсің. Үлкен немеремді жау дейтінім сол менің. Ат арқасына мінгеннен соң ақыл қосар досым болар. Бірақ маған ол күн шіркінге жету қайда. Байыр бабаны жұбатпақ болған сөзін айтып үлгермеді. Үйге аузы мұрны қан болып дүркіріп келді. 8 жасар алпамсадай бала үйде отырған кісіні көріп сәлем берді. Тағы да төбелесіп келдің бе? Деген атасының сұрағына. Төртеуі бірдей жабылды. Бәрібір мен оларды тірі қоймаймын баба. Төртеуінде өлтірем. Жап аузыңды ақымақ. Кісінің қанына құмар ма едің? Мұндай сөзіңді маған екінші қайтып естіртуші болма. Мен өлтірмесем баба, олар бізді өлтіреді. Сенің әке-шешең 30 жыл бойы біздің егінімізді егіп, малымызды баққан малайымыз болатын. Атаң екеуіңнің қолдарыңнан түк те келмейді. Ертең аштан өлесіңдер деп маған тас лақтырды. Солайды, әкесіше, ол ештеңе демеді ме? Әкесі алыстан ұрыңдар, өлтіріңдер, құнын өзім төлеймін деп айтақтап тұрды. Байыр әңгіменің не жөнінде болып тұрғанын түсінді. Сөгетінің кулагы Кушенов кедейлерді жалдап, егінін ектіріп, малын бақтыратын, қатаң мінезді, қайырым кешірім дегенді білмейтін жан. Степан Харитонович Черепковтың ауыз жаласқан досы. Біреуінде астық, екіншісінде диірмен. Бұл өңірдегі адам баласы тек біздің алақанымызға ғана қарап, күн көрістігін бізден күтіп отырса екен дейтіндер. Кәрі құртаң мен бала шағаны аштан өлтіруге бар. Мол байлықтан дәм таттыру екеуіне де бітпеген қасиет. Жауым-ау, 8-ге жаңа келдің. 80-ге тақап селдіреп отырған менің түрім мынау. Біздің кімге әліміз келеді? Оларға тиіспей, өз бетіңмен жүріп ойнасаңшы, саған ауылдың басқа балалары жетпей ме? Мен Кушеновтың өзінде өлтірем, баба, деп ыза кекке булыққан бала үйден шығып кетті. Көріп отырсың ба, Байыржан, бұл күшікті жауым демегенде мен кімім дермін? Әлі бала ғой, есі кіргеннен соң бәрін де қояды. Кеймеңіз, қайдам інім, түбі сотқар болама деп қорқам. Әкесінен қаймығушы еді. Әке-шешесі өлгеннен бері таң атып алса болғаны үйде тұрмайды. Әлі жетпесе де кілең өзінен үлкен балалармен төбелеседі. Күн күркіреп, нажағайдың оты ойнай бастады. Арыстан баба үй ішіндегі жез құманды, легенді, темір ыдысты бүркеп орнына келіп отырды. Кенет Байыр, баба, деп сәл ойланып отырды да, әлденеден сескенгендей шапшаң сөйледі. Баба, сіз осы Сөгетіден көшіп, Қызыл Жидеге неге бармайсыз? Сабаншы шешен сізге пана бола алар деп ойлаймын. Бұған қалай қарайсыз? Қарт Байырдың сөзіне жауап беруге асықпады. Шұбар бетіне суы тамшылап, Кушенов үйге екпіндеп кірді. Кулак ентігіп тұр. Бабай, сеніке Баранчук маған өлтірем айтқан, меніке балаларды сабаған. Баранчукке сен бабай Акил айтқан. Көшен, сен нешеге келдің? Жасыңды айтам. Қанша жастасың? Меніке 54. Менің немерем 8 жаста ғой деп баба күліп жіберді. Көшеніп ашуға мінді. Ол менен үйде өртеймін айтады. Сен оған ақыл айтасың. Көшеніп мырза,
деді шын болаты орысша сөйлеп. Арыстан бабаның 8 жасар немересіне ондай ақыл бермейтінін сіз жақсы білесіз. Балалар ойнап жүріп төбелесіп қалады, кейін өздері қайтадан татуласып кетеді. Сіз олардың ойындарына бекер араласасыз. Бабайдың немересі қанішер бұзық. Бабай бұл арадан көшіп кетпесе, немересін мен өзім атып өлтірем. Менде бөтен айтар сөз жоқ. Солай ма? Деді баба Көшеновке қадала қарап. Бірақ жауапты Байырдың Қызылжидеге көшсеңіз қайтеді деген сауалына берді. Олай болса сен Көшен, менің сөзімді тыңдап ал. Менің мерт болған балам мен келінім екеуі 30 жыл бойы сенің құлдығыңда жүрді. Барлық байлығың солардың арқасы. Егініңді екті, малыңды бақты. Бүгін сен енді үйіме келіп, маған 2 марқұмның балаларына туған жерінен кеттейсің. Сенің осының білгендік пе? Мен ешқайда да кетпеймін, Көшен. Егер Сөгетіден кетсем, қалған өмірімді қара жерге жасайын. Енді түсіндің бе Арыстан бабаның кім екенін? Меніке сен айтқан сөзді жақсы түсінеді. Өзің кетпесең, мен кетірем. Түсінесің бе? Мен айтқан сөздей. Қарт көпке дейін үнсіз отырды. Төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей біраз уақыт есінен танып қалған сияқты. Көшеновтың бұйрығына баба түсінбеді. Ақылын бірте-бірте жия келіп, қатал сөздің мазмұнына ой жүгірте бастады. Әуелі асықпай сөйлеп, соңынан даусы қаттырақ шықты. Көшен, сенің айтып тұрған сөзің әділ ме, әлде әділетсіздікке бұрып тұрсың ба? Ол бір Аллаға аян. Заңды үкімет шығарады. Мынау жерге менің маңдай терім көлдей төгілген. Ол аз болса, балам мен келінім шыбындай жаным берді. Бұл саған аз ба? Көшен, 2 немерем аштан өліп бара жатса, сенен бір үзім нан сұрамасқа ант берейін. Әлгіндей сөзді айтуға Құдайдан қорықсаңшы. Ең болмаса қан мен терді сыйласаңшы. Өліктердің топырағы әлі құрғаған жоқ қой. Енді Көшенов орысша сөйледі. Құдай құлына, шыдап бақ құлым. Жақының оң жағынан салып жіберсе, сен сол жағыңды тоз. Үстіңдегі тоныңды сыпырып алса, көйлегіңді қоса шешіп бер деген. Өтірік сөз. Рақымы мол жасаған ондай сөзді айтпаған. Егер сен бұған сенбесең, шелектегі Мырза молда мен Разы Ишаннан барып сұра. Ал енді заңға келетін болсақ, қағазға жазылған сөз заң емес. Қожаңның бұйрығы заң дейді үкімет. Бұған сенбесең, шелектегі үкімет адамдарынан барып сұра, деп қайтадан өзі шала білетін қазақ тіліне көшті. Сен ақылы жоқ адам. Шық үйден, иттің баласы. Екінші қайтып қараңды көрсетуші болма маған. Баба орнынан ұшып тұрды. Бақандай саусақтары құлақты бүріп алып, ұмар-жұмар қылуға әзір еді. Үйіңе кірген жауға қол көтерме деген аталы сөз тежеді бабаны. Бұзық бабайка, мен сенен үйіне келмейді, өзің келіп менің аяғыма жығылады деп Көшеніп кейін шегіне берді. Мен бармаспын Көшен алдына, Құдай біледі деп айтайын, сен келерсің. Бөбектің ыңырсыған даусын естіп, Арыстан баба немересіне ұмтылды. Жетімекті қолына алып, үйді ерсілі-қарсылы кезіп жүр. Қарт баланы уатады. Бала бабаның ашуын басады. Екеуі біріне бірі ермек жандар. Құдай басқа салған соң амал нешік. Баба жас нәрестеге тірлік болса, нәресте саудырап отырған атасының үміті болса, оның несі айып. Сөгетіден сәл жоғары шөп шауып жатқан шалғышылар қаз-қатар тұрып, алып, ілгері жылжып барады. Сіркіреп өткен жауынға қарамай, құлаштарын кеңсермейді. Көшеновтың шабындығы бұл. Қанша дегенмен, таулы жердің табиғаты ерекше. Ауада бұлттан қалған самал бар. Арбаның дөңгелегіне жабысқан саз атқа ауыр. Самал жел жолаушыға жеңіл. Бұл да табиғаттың қарама-қайшы құбылысы. Жол ол шетімен бұл шетіне көз жетпейтін көк егінге келіп кірді. Бітік өскен бидай бір-біріне бастарын шұлғып теңіздей толқиды. Таудан құлаған тасқын су әуелі арықты толтырып, содан соң бейне бір жан біткендей атсыздарға сумаңдай жөнеледі. Бәрі де жоба мен іске асып жатқан байлық.
өйткені бұл да Көшеновтің жекеменшігі. Япыр-ау, бабаның баласы мен келіні Кулакқа жалданып, осы жерге 30 жыл бойы маңдай терін төкпеп еді. 30 жыл бойы малын бағып, шөбін шауып еді ғой. Бүгінде олар жер астында жатыр. Қазір енді Кулакқа жас күш керек. Кедей шаруа ертеңгі күні үшін Көшеновке өзгеледі. Кулактың бұл турасындағы есебі де түзу-ақ. 8 жасар баланың намысы бабаның Кулакқа берген жауабы байырдың құлағынан көпке дейін кетпей қойды. Әділдік деген бар емес пе еді? Әкеден балаға қалатын мұра қайда? Заң деген сол еді ғой. Ол өз алдына Көшеновтің әлгі айтқан үкіміне жол болсыншы. Арыстан бабаның маңдайынан аққан тер аз беді. Кулактың құлдығында жүрген кедей диқандар мен жалшылар губернияға, Петербургке орталарынан өкіл аттандырып, Көшеновтің меншігінен егіндік жер кестіріп алдырып еді. Ақыры келіп апатқа ұшырады. Байыр арықтың құлау себебін осыған әкеп түйді де, Черепков пен Әлімханның басқа да қазақ байлары мен кулактардың арасындағы байлық, бақ, үстемдік үшін талас тартыстардың күннен күнге етек алып бара жатқанын есепке құрып, диқандарды қазаға ұшыратқан жауыздарды әшкерелейтін күшті солардың ішінен таппақ болды. Ал Әлімхан мен Черепковтың арасындағы айқас не өмірге, не өлімге біржола бел байлаған тарихи кезеңдегі тартыс. Байдың мыңғырған малында есеп жоқта, қоғам өмірінде сол тасыған дәулеттің салмағы тиын-тебендік қана. Жетісу жеріндегі жәрмеңке базарлардан әрі салмай, бүгінде мешеуліктің шеңберінде шырмалып отыр. Степан Харитонович Черепковқа келсек, ол қазақ жеріне 2 аяқ арбамен әрең жеткеніне қарамастан, аз ғана жылдар ішінде Жәркент, Қарқара, асы жәрмеңкелерін билеп төстеп, көрші елдерге құлаш сермей жөнелген адам. Губерния мен оязды аузына қаратып, шетел шекаралары мал айдайтын меншікті қақпасына айналып бара жатыр. Шынтуайтқа келгенде Черепков көп ұзамай Әлімханды бүкіл байлығымен жұтып жіберуге әзір жүр. Оны тізе бүктіру, ұйықтаса түсінен, ояу жүрсе есінен кетпейтін арманы. Кулактар Черепковтан қорқып, соңғы кезде жәрмеңкелерге айдап әкелген Әлімханның малын алуды қойды. Мұнымен де тоқтаған жоқ ол. Өзінің былғары заводына байдың сойған малының терісін қабылдауға тыйым салды. Мың тері Әлімханның қорасында жатып шіріді. Ол да оқай емес-ау. Жәрмеңке базарларға түр-түсіне қарай саралап айдаған кілең арғымақтарды қайтып оралғанда, іші оттай күйіп, Әлімхан үйден шықпай жатып алды. Екеуі де ақылды адамдар. Тізе қосып бірігіп кетсе, бұл өңірде екеуіне бас имейтін жан жоқ. Әңгіме мінездерінің өзгешеліктерінде. Черепков қарамағындағы жұмысшылармен өз шаруасы турасында сырласа жүріп, көбінесе солардың ақылына құлақ түретін де, соны іске асыруға тырысатын. Әлімхан бай тек өзінің дегеніне ғана ұмтылып, тек өз бұйрығын орындатуға барын салар еді. Өктемдігі күшті. Соңғы кезде Степан Харитоновичтің байға тізесі көбірек батты. Жаркент жәрмеңкесінде Әлімханмен әдейі ұшырасып, қабырғасы қайысты мекен білейінші деген оймен әңгіме үстінде жүзіне сынай қарады. Даусын аулап, сөз жүйесіне құлақ түрді. Бірақ қимылынан да, түрінен де, ойынан да өзгеріс көре алған жоқ. Бұл не, сырын танытпау үшін істеп тұрған сиқырлығы ма, әлде істің соңын күткен шыдамдылығы ма? Шыдамдылыққа да ұстамды мінез керек. Черепковтың көрсеткен қорлығы байдың есінде. Ол тартқызған шығын да шотқа қағылып есептеліп қойған. Осыншама мол дәулет ақымаққа бітер ме? Оны ақылдының ақылдысы ғана өрбітіп, тұяққа тұяқ қосады. Жыл сайын жеген ішкенінен тыс малдың басын ең болмағанда 1,5 есе көбейтіп отырмаса, байлықтың құты қайдан келіп құйылмақ? Ондаған жылдар бойы барғамастанбай, жауы бұлай тұрсын, ағайын туғанға да сыр алдырмауға бағындырған ұстамдылық
бұл адамның жан тәніне әбден қалыптасып кеткен мінез. Қимылмен де, сөзімен де әлсіз шағын көрсетпеуге тырысатын әдет. Әлімханды берік қып шыңдады. Ол Байыр Шынболатовтың күдікті сөздеріне де елп етіп түсе қоймай, қазір байыппен тыңдап отыр. Сырт көзге соны қабар, оның құлағына кірмейтін, бөтен біреуге айтылып жатқан ауыл арасындағы өсек аяң әңгіме сияқты көрінер еді. Үйде екеуінен басқа жан жоқ. Сонда ел-жұртты дүрліктіріп өткен оқиғаның әсер етпегені ме оған? Иә, солай десе де болғандай. Бай жұмысшы ұсынған шақпақтастарға көз қиығын салып қарамады. Далаға лақтырып таста дегендей нышан көрсетіп, бастапқы қалпынан өзгермей отыра берді. Байыр Шынболатов Әлімханға өзінің сеніп келгеніне өкінді, қысылды. Артық сөздің бұл үйден шашау шықпайтыны белгілі. Әңгіме онда тұрма. Ең болмағанда өз күдігін көзге айтып, пікірін білдірсен етті. Диқандардың апаты туралы кеңеске қалайша үнсіз қалады? Түсініксіз жайт. Жұмысшы алдына келген қымызды жартылай ішіп, түн ішінде жүріп кетті. Сабаншы шешеннің ауылы 4-5 шақырымдай жер. Ашумен келе жатып, оған да бұрылмады. Әлімханнан соң кімге барып ақыл сұрарын білмей, тура шелекке тартты. Қызыл жейдеге Әлімханның қонаққа шақырғанын естіп, Степан Харитонович баладай қуанды. Күні бүгінге дейін майыспай келген байдың иілген түріме, әлде кулактың тегеуріне шыдай алмай мұрт сынғаны ма? Қайсы болса да талас тартысқа төтеп беруден қашып, кулактың ырқына көнген сыңай сияқты. Мінезді билейтін дәуір ғой. Қазіргі күш Черепков жағында. Онымен таласатын тіпті де қисыны жоқ. Өкімет қай жаққа ауса, үстемдік те сол жақта. Әзірге Черепковтың шоқтығы шелек кулактарынан әлде қайда биік тұр. Қонағасы ішіліп, Степан Харитонович үйге аттанар алдында Әлімхан сөз бастады. Степан, саған берер менің бір сауалым бар. Сұраңыз, достым. Сұрасам, адам баласын саудаға салу оңай ма? Жоқ, оны өлтіру оңай ма бұл күнде? Сен осы сөзіме жауап берші. Әлеке, мен сіздің сұрағыңызға түсінбедім. Сөзіңізді қайталап айтыңызшы. Мен сөзімді екі қайталамаймын, Степан. Мойныңда диқандардың қаны бар екенін сен жақсы білесің. Егер одан жалтарғың келсе, губерния мен ояздағы достарыңды Сібірге өзіңмен бірге айдатарлық документ менің қолымда тұрғанын сеземісің. Арықтың астына орнатылған динамит сенікі емей кімдікі еді? Кулак күлген болды. Бірақ бұл Степан Харитоновичтің жайшылықтағы күлкісіне өзгеше есірік сияқты болып шықты. Бай Черепковтың жүзіндегі әрбір құбылыстан қорқынышты танып, түрін суытып ала қойды. Кісі өлімі былай да күндіз-түні естен шықпайтын үрей. Аққан қанның есесі қанқұйлы жауыздың жанында ғұмыр бақи жегідей жеп, өмірін өкінішпен өткізетін қылмыс. Черепковтың мойнында 47 адамның ажалы тұр. Шамасы өзі де бүгінге дейін ойын күлкі көрмей, уайым қайғыда жүрген болу керек. Беті құлағына дейін қызарып, қолы дірілдеп, есін жия алмай отыр. Ол Әлімханның қолында документ бар екеніне сенді. Жақында байдың сенімді жігіттері Омбы қаласына барып, қайтыпты деген хабарды естіген. Әлімхан бір маңызды жұмысы болмаса, сонау жер түбіне жеңіл-желпі іспен жігіт аттандырмайтын адам. Дегенмен кулак пендешілігіне батты. Суға кеткен талқармайтын кебімен айбар шегіп қалғысы келді. Әлімхан мырза, сіз маған үлкен айып тағып отырсыз. Егер осы айтқандарыңыз анықталмаса, ақырының өзіңізге қалай тиерін білесіз бе? Өкімет мамандарының жасаған актысын сіз ойыншық көресіз бе? Сосын жаңа сіз динамит жөнінде сөз қозғадыңыз. Динамит жалғыз менде екен. Шелектен турбина орнату үшін сен Петербургте болып қайттың. Болғаным рас, бірақ турбина алдағы жылы келеді. Динамитті алып келдің. Ол Мальков, Малахов үшеуміздің дүниеміз. Ей, Степан, сен менің алдымда бұлтақтама.
керек қылсаң, мен сенің үшеуіңді бірдей ұстап берем. Есіңде болсын, ауызды мен әуелі губерния мен ояздағы адамдарыңа салам. Олар өз бастарын ақтап қалу үшін сендерді құрбандыққа шалады. Сен оны неге ойламайсың? Ендігі сөзіңді тыңдамаймын. Бұл үйден бар қылмысыңды мойындап, аман аттанасың. Оған көнбесең, мал-мүлкіңнен айырылып, Сібірге айдаласың. Менде басқа сөз жоқ. Бұдан да басқа Әлімханның ойлап қойған үкімі бар еді. Черепков жоғарыдағы достарына сүйеніп, соларға қол артқандай, күн туса, істі қайта көтеріп, оны диқандардың қазасына күйініп жүрген ел азаматтары мен орыс кедейлерінің қолына беруді көздеген. Ондай күйде бір Құдай жар болсын, қанға қан деп бүкіл ел көтеріледі. Губерния мен ояз бекіністеріндегі солдаттар халыққа қарсы дәнеме де істей алмайды. Онсыз да Ресей қазір ақ патшаға қарсы үн көтеріп, бүкіл империяны аяғынан тік көтергелі тұр. Өкімет басындағылар мұндайда қазақ жеріндегі кішкентай шелектің кулактарын қорғап қалар ма? Бай өзінің бұл ойын кейінге сақтап, ол турасында ләмдемеді. Кулак шынтақтап жатқан жастықтан басын көтеріп алып, терең ойда отыр. Жасы келмесе де сауда-саттықпен жүріп, самайына, сақал-мұртына аздап ақ кірген. Алдындағы дөңгелек столда тұрған шам жарығынан анық көрінеді. Онысын өзі мойындамайтын сияқты. Үстіндегі қара барқыт жігітке татитын қалпын байқатады. Қылмысты мойындау оңай, бірақ дәл Әлімханның алдына келіп жауап берем деп ойламап еді. Залымбай мойындатып қана қояма. Алдына бас идің дегенше шарт қоймасына кім кепіл? Әлгі, бұл үйден бар қылмысыңды мойындап аман аттанасың деген сөзі үлкен есепке құрылған ескертпе емес пе? Черепков байды өкіметтің күшімен бірте-бірте ақ сирақ күйге жеткізем деп ойлаушы еді. Дала байы бәріне де төзіп келіп, қойға дамыл бермейтін бөріні қораға қамағандай кеңірдегінен бірақ мытыды. Құтылып көр бұдан енді. Степан Харитонович үй ішіндегі тұнба тыныштыққа төзе алмады. Әлімхан мырза, маған қоятын талабыңызды айтыңыз. Сіздің алдыңызға мен басымды идім деген сөзі қарлығып шықты. Мынауың ақылды адамның сөзі. Степан, Жетісу жерінің саған да маған да жететінін сен жақсы білесің. Онда әңгіме жоқ. Сен алдымен маған 10 жыл бойы тартқызған шығынымды төле. Шығыныңызды қаншаға бағалайсыз? Мынау қағаздағы есепке қара, сенен бір тиынды артық алмаймын. Черепковтың көзі ұясынан шығып кетті. Әйлекау, мынауыңызға шашым жетпейді ғой. Басың сау болса, шаш тез өседі. Екінші шартымды тыңда. Қазақтың малын арзанға алып, шетел базарына алтынға өткізіп жүрген ақылды азаматсың. Менде мал жетеді, жігіттерім де бар. Менімен ортақ бол, бұған не дейсің? Степан Харитоновичтің бұл ең бір жанды жері еді. Кулактың шыбын жаны шығып кете жаздады, бірақ оған да көнді. Шыңнан құлайын деп тұрғанда жә демеске дәрмені қайда. Сосын сенің жан айыспас досың Кушенов өз қорасын өз өртеп, Арыстан бабаны туған жерінен қуғалы жатқан көрінеді. Қойдыр оны. Мен ойдағы барымды айтып болдым. Ендігі сөз сенікі. Қарсылығың болса, шыныңды айт, Степан. Сөз қалған жоқ, үкім айтылып бітті. Әлімханның әмірі екінші рет қайталанбайтын берік тұжырым екенін Черепков жақсы ұқты. Жүрегі сыздап, жаны қысылса да, бәріне көнуге тура келді. Әлімхан ірі істің адамы. Кезегін күтіп алып, сәті келген тұста бірақ ұрады. Есіңнен тандырып, енді қайтып, бас көтере алмайтындай ғып соғады. Черепковтың да жас кезінде көрген қорлығы көп еді. Әлімханның үйінде болған 4-5 сағат уақыт оны қалжыратып, есеңгіретіп жіберді. Арық жөніндегі әңгіме осымен бітсе қайыр деген сөзді шелекке жеткенше иман шарттай қайталай берді. Әлімханның
Черепковпен тіл табысып кетуіне себепкер болған жұмысшы Байыр Шымболатов бар жайды көрді де іштей күйінді. Көшенов Кулактың қорасы өртенген күні өлердей боп таяқ жеген 8 жасар дүрді Әлімханның қолына беріп тұрып, Арыстан бабаның еті сенікі Әлімхан, сүйегі менікі деген естіп те өкінді. Бабаның адасарын алдын ала білгенде, көп баланың бірі ғып өзақ асырап өсіретін еді. Әлімхан Кулакты айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізді. Сауда-саттық өз алдына Черепковты ол губерния мен ояздағы достарына жұмсап, тіпті заңға сыймайтын істерді орындатып отырды. 10 жылғы өмірі Кулакқа 10 жыл еріксіз айдауда жүргендей көрінді. Романт бір әулетінің таққа отырған 300 жылдық тойына Жетісу губерниясынан Әлімхан аттанды. Жоғары мәртебелі ұлыққа алтын жалатқан күміс ер, жүген құйысқанды, патшаның түрегеп тұрған тұлғасы тоқылған жібек кілемді, қандар киетін ұлт киімдерін 16 таспадан өргізіп, сабын қоспасы жоқ, таза алтынмен оратқан қамшыны темір сандыққа салғызып, генерал-губернатор Фольбаумның осы сенімді деп бөлген қарулы адамдарына тапсырды. Әлімхан байды мен мықтымын дегендер Шелектен Верныйға дейін салтанатты түрде алып келді. Одан әрі губернатордың өзі бастаған топ алып жүрді. Жетісудың қожасы, құрметті ұлығымыз, халық әділеттілікті тек сізден ғана күтеді. Алдыңызға бас иеміз. Бұдан 10 шақты жыл бұрын Бақай тауының етегінде кедей дихандардың мерт болып кеткені өзіңізге белгілі. Ояздан келген комиссия оны апатқа ұшыраған марқұмдардың өздеріне жауып, шын қылмыскерлерді құтқарып жіберді. Кімдер еді олар? Степан Харитонович Черепков пен Алексей Иванович Кушенов екеуі. Жоғары мәртебелі патшамыздың рұқсатымен жер алып, егін еккен 3 ұлттың баласын қанішер 2 кулак өлімге қиды. Себебі де сізге белгілі болар. Біріншіден, жоғары мәртебелі патшамыздың диқандарға жер беру жөніндегі әмірін жоққа шығарды. Екіншіден, Ресей империясында жойылған басы байлылық дәуірді қайтадан орнатуды көздеді. Үшіншіден, апатқа ұшыраған адамдардың өлу себебін әділ заңнан жасырып, қанішерлер осы күнге дейін бостандықта жүр. Оған мынадай дәлелдеріміз бар. Черепков Шелек өзеніне турбина орнатпақ болып, Петербургтен динамит алып келді. Диқандардың арығы опырылғанда тауда мал бағып жүрген жалшылар гүрсілдеген дауысты естіген. Ол бір. Әлімхан бай сол жердегі жарылған тастың шақпақтарын омбыға жіберіп, апаттың динамиттен болғанын дәлелдеген қағаз алдырды да Степан Харитонович Черепковты қорқытып, шетелге мал сатушы одақтасы қылды. Аса құрметті ұлығымыз, жоғары мәртебелі патша ағзамның әділдігін орнату үшін бұл іске өзіңіз араласып, жаңадан комиссия жіберуді өтінеміз. Шағым иесі Терентий Конев. Степан Харитоновичте үн жоқ. Күнін көре алмай жүрген жерінен диірменге алып асыраған Өлексей шалдың сөздері губернаторға жолдаған шағым емес, сот кескен үкімдей болып естілді. Терентийдің қолынан дәл мұндай іс келеді деп ойламаған. Кәрі төбет өлер жерін білмей жүр екен. Шағымды нәшіне келтіріп оқып берген Елена Фридриховна Вольфбаумның сөзі де суық. Бұл үкімнен құтылып көр дегендей зіл бар. Бұрын аралас-құралас болып, губернатордың әулетінде қуаныш бола қалса, дүниенің бас көзіне қарамай төгіп кететін еркін жанның сиқы жоқ. 2 ұрты суалып, жақ жүні үрпейіп отыр. Иттің баласы. Әлімхан да біраз сорды. Оған жем болғанша бар істі жасырмай, губернатордың өзіне келіп мойындау керек еді. Әрине, Степан Харитонович, мен сізге бұдан артық көмек бере алмаймын. Үлкен кісі өз қолымен оқып, шетіне тексеру керек деп белгі қойып кетті. Шұбар жылан, құлағындағы алтын сырғаны саған кім беріп еді? Саусақтарыңдағы самсаған гаухар сақиналар ше.
өзі тойса да көзі тоймайтын шұбар бет сайқал. Енді не керек саған? Құрметті Елена Фридриховна, үлкен кісі бұл жөнінде сізге ештеңе айтпады ма? Деп жалбарынған үнмен әйелге телмірді. Елена Фридриховна сақылдап күлді. Степан Харитонович, сіз өзіңіз мүлдем өзгеріп кеткен екенсіз. Үлкен кісі менің қай жұмысыма араласушы еді. Қартайып қалыпсыз, досым. Уайымға оп-оңай беріле қояр деп ойламаушы ем. Ұят сізге. Мұндайыңызды енді қайтып мен көрмейін деп шағымды столға тастай салды. О, алжыған сорлы. Фольбаумның өзі түк білмегендей болып, пайда түсетін істі әйелі арқылы шешетін әдісін қалайша ұмытып қалған. Мұндай нәзік дүниені әйелдің жүрегі ғана сезеді деп Елена Фридриховнаға жол сілтеп отырмаушым еді. Әлімханның қармағына түскен 10 жыл шамасы есеңгіретіп жіберген болу керек. Әйелдің сөзіне әрең түсініп, өзінің Жетісудың бір өңірін жеке дара дөңгелетіп тұрған шағын еске алды. Губернаторды көңілдес жарандар үлкен кісі дейтін. Ұлық жоғары мәртебелі патша сарайындағы тәртіпті қазақ жеріне көшіріп, билікті Елена Фридриховнаға қолына бүтін берді. Жасы болса да келіп қалды. Сүйегіме кететін дерті және бар. Қызметті тастап, демалысқа шығатын шағы жақын. Патша сарайындағы кімнің күйеу, кімнің әйел екенін айыртпай, бетімен кеткен жүгенсіз өмірден аулақ, бала-шағаға сездірмей құрған ертеңгі күннің есебі. Степан Харитонович әйелдің көзін ала беріп, шағын қағазды қалтасына салып үлгерді. Елена Фридриховна кофе алдырып, қонаққа коньяк құйды. Күле сөйлеп отырып, көңіл көтеретін қасыр сөздерді айта берді. Черепков оған ризашылығын білдіріп, орнынан түрегелгенде, әйел: Степан Харитонович, мен сізді ақылды адам көріп құрметтеушем. Оным қатеме деп қалдым. Қазақ қанның басын қан алады дейді. Әлімхан байдың қалтасындағы документті түкке жаратпайтын документ деп табу сіздің қолыңыздан келмей ме? Сосын әлгі шағымды орнына қойыңыз. Ол сіздің келешектегі қаруыңыз. Менің білуімше, Конев бір аяғы көрде, бір аяғы жерде тұрған адам. Ол кісімен тілдесудің жолын табыңыз. Ұмытпасам, сол Коневтің баласы менің қамқорымдағы гимназияда оқитын болу керек. Ол жөнде мен де ойласып көрермін деп қолын созды. Өлімнен ұят күшті деген осы. Бүйтіп әйел адамның алдында ар-ұяттан айырылғанша, у ішіп, сеспей қатқан көп ағартық екен. Қандай жеркенішті қылық, ұрлықтың барып тұрған өзі ғой. Степан Харитонович үшін, даладағы капиталистің тұңғыш өкілі үшін деп тос көтерген базарлы күндерінен енді не қалды? Әйелдің алдында түбі жоқ тұңғиыққа батып, кісіліктің бәрінен жұрдай боп тұрған түрі мынау. Черепков әйелдің қолды не үшін созғанын білмей қысылды. Қолымнан сүй дегеніме, шағымды қайтарып бер дегеніме? Бір кеште Елена Фридриховна сізді құшқан әйелдің арманы болмайтын ақ шығар деп күлген еді. Науқас күйеуінің ұзақ сапарға кеткенін пайдаланып, осалдығы ұстап тұрма. Не де болса, бүгін ұятқа батқан күн. Бағымды бір сынап көрейін деген ниетпен нәзік қолды шопылдатып сүйе берді. Қызып алған соң әйелді құшақтап алып, тамағынан көзінен сүйді. Елена Фридриховна жауап қатпады. Еркектің күшіне еміренгендей серпілісте болған жоқ. Мұп-мұздай болып қатып қалған бір қалпы, тіпті де жібімеді. Кенет кулакты ақырын ғана кеудесінен итеріп: мұндай ойын неге керек, Степан Харитонович? Екеуміз де жас емеспіз. Шағымды орнына қойыңыз да шапшаң үйіңізге қайтыңыз деп залдан шығып кетті. Кулак қағазды қай қалтасына салғанын білмей көп іздеді. Қорықты ма, бойдағы өзі оятқан қызуды баса алмады ма, шағымды әрең дегенде тауып орнына қойды. Елена Фридриховнамен қоштаспастан аяғын тәлтіректеп басып, Верныйда тұратын інісінің үйіне қарай беттеді. Черепков
Елена Фридриховнаның сөздерін ақылға салып, шағымның өзіне күш беретінін енді білді. Омбыға адам жіберіп, Әлімханның қолындағы документтің түпнұсқасын жойдырды да, оның орнына жаңа документ алдырды. Кенет генерал-губернаторға шағым жолдаған Конев қарт диірменнің тегершігіне құлап мерт болды. Кулак аяқ-қолы мен ақыл-ойын тұсап, алысқа жібермей келген шырмауықтан Әлімхан жоқта құтылып, өзінің баяғы әніне қайта басты. Енді ол байдың көк желкесінен шайнауды көздеді. Сақтықта қорлық жоқ деген. Бұдан әрі аяқты абайлап басып, алдағы жұмысты ақылмен жүргізген жөн. Әлімхан әлі де мықты. Петербургтен әлденіп келуі де мүмкін. Еркіндікті қолға алса да, Черепков әзірге байдың малын шетелге бірге айдатып, одақтастық пиғылын сақтап жүрді. Қалай дегенмен, аз да болса, шелек кулактарының өміріндегі өзгеріс көзден таса болған жоқ. Әуелі оны Әлімханның дегенін орындап, сілтегеніне жүрген қазақ байлары, адам деп көзге ілмей келген Мырза Молда мен Разы Ишан сезді. Степан Харитонович олармен жеке-жеке сөйлесіп, Әлімханға қарсы топ құра бастады. Оған орыстың кулактары келіп қосылды. Елена Фридриховнаның ақылы шелекті, көршілес болыстарды Әлімхан байға қарсы көтерді. Терентий, Конев есі кірмей өліп кетер деп еді кулак. Жаны сірі қарт, сөзге де келмей, өліп те кетпей, ескі ағаш кереуетінде бір жұма жатты. Басында өзінің кемпірі мен Байыр Шымболатовтың әйелі Бәтима күндіз түні аузына су тамызып күзетте отыр. Қарттың жолына зақым келген болу керек. Жалғыз ұлы Васяға ауылдан жинап әкелген тері-терсегін Степан Харитоновичтің қоймасына өткізе салып, тура Коневтің үйіне жүгіретін. Байырға айтайын деген сыры көп. Тілі құрғыр қайтып оралмай-ақ қойды. Сұм ажал қасында отырған адамдардан именбей, қарттың көзі жұмар шағын шыдаммен күтіп отыр. Үй іші салқын, көмескі, құртымдай терезе даладағы жылумен жарықты бөгейді. Терентийдің аяқ-қолы бірте-бірте мұздап келе жатыр. Қараңғы бұрышта ілулі тұрған Мария әулиеге қарап телміреді. Ерні жыбырлап бірдеме дейді. Тіл болмаған соң іштегі дүниеге кім түсінер? Бір жұма үнсіз жатып, қас қарая көз жұмды. Байыр әйелдерге естіртпей Васяға, диқандардың апатынан болды ажалы деген еді. Вася басын изеп, білем Байыр аға, бәрін білем деп көзінің жасын сықты. Мұнымен тоқтай қояр деймісіз? Сақ жүріңіз. Черепков тірі жанды аямайтын адам. Сен де өзіңе берік бол, балам. Терентийдің балдызы Үскілеуова баласы Андрейді ертіп келіп, көп жылады. Қолына түскен тиын тебенді қақ бөліп, отыратын қамқоршы еді жездесі. Андрейдің сауатын ашуға көрсеткен қамқорлығын қалайша ғана ұмытар. Ағалы інілі екі бала жұбын жазбай, тату-тәтті өмір сүрсе екен. Апалы сіңілі екі кемпірдің төрінен көрі жақын. Ертең бе бүгін бе де отырған күй қалған өмірлері. Өлікті күн астынан тазартқан адам жоқ. Садовский поп Терентий Коневтің өлімін елемеді. Черепков, Малахов, Малковтардың диірменінде, ағаш өңдеу заводында, былғары цехында істейтін жұмысшылар мен жақын жарандары, көңілдес достары соңғы сапарға шығарып салып, марқұмның көптеген қасиеттерін еске түсірді.